Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ауызда елейтін мега торт 15 минутта дайын болатын муравейник тортын дайындайтын боламыз. Бар болғаны үйлеріңізде сары май мен жұмыртқа болса болғаны. Ал ендеше кеттік. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қантты салып, жақсылап барлығын венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Венчик болмаса, шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Бұл мезетте жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Ал содан соң оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластырамыз. Ал ендігі кезекте 1 шай қасық содаға 1 шай қасық уксусты құйып, екеуін араластырып, яғни газ-етіп, біздің сұйық массамыздың үстіне тағы да құятын боламыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біздер електен өткізіп, ұнымызды қосатын боламыз. Және де біртіндеп қамыр илейміз. Міндетті түрде електі пайдалануға тырысыңыздар, өйткені ол біздің қамырымыздың жұмсақ әрі жақсы болып көтерілуіне септігін тигізетін болады. Біздер қамырымызды біртіндеп 2-3 бөлікке бөле отыра, барлығын ақырындап қосатын боламыз. Мінекей ендігі кезекте екінші бөлігін осылай бөліп тағы да қосатын боламыз. Міндетті түрде осылай електен өткіземіз. Мінекей 2-3 бөлікке бөліп, осылай барлық ұнымызды електің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Ал ендігі кезекте ұнымыздың барлығын салып болғаннан кейін, қолдың көмегімен осылай жұмсақ қамыр елеп аламыз. Нәтижесінде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Асықпай осылай барлығын елейтін боламыз. Мінекей достар, осындай қамыр бізде пайда болады, қолға жабыспайды, өте жұмсақ. Ал ендігі кезекте біздің қамырымызды морозильникке, яғни тоңазытқышқа жібереміз. Біздің қамырымыз жақсы болып қатуы тиіс. Мен қамырды тезірек қату үшін оны 2 бөлікке салып, осылай салфанға салып, морозильникке салып қойдым. Мінекей достар, біздің морозильникте 30 минуттай тұрды қамырымыз. Ендігі кезекте осылай үккіштің осындай үлкен бөлігінен қамырымызды жақсылап барлығын өткізетін боламыз. Міндетті түрде үккіш қолдану керек емес, сіздер өздеріңіз мясорубканы, яғни ет тартқышты қолдансаңыздар да болады. Маған өзіме осы үккіш ыңғайлы болғандықтан, осы үлкен бөлігінен барлығын өткізіп шықтым. Біздің қамырымыз жақсы болып қатқан сайын, үккіштен қамырымыз жақсы тез оңай өткізілетін болады. Сондықтан 30 минуттай қоюларыңыз сұралады. Мінекей, біздің қамырымыз осындай болып үккіштен өткізілді. Араларын тез пісу үшін алшақ-алшақ қойғандарыңыз дұрыс болады. Бұл қамырды 180 градуста шамамен 30 минут, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Ал ендігі кезекте біздер кремін дайындайтын боламыз. Креміне бізге сары май, бөлме температурасында болуы тиіс. Содан соң осындай сгущенка қажет болады. Сгущенканы сіздер әр түрін пайдалана берсеңіздер болады. Я болмаса варенканы қолдансаңыздар да болады. Әрине ол өз қалауларыңыз бойынша. Осылай екеуін барлығын біріктіріп, миксердің көмегімен барлығын араластыратын боламыз. Сонда бізде жұмсақ әрі дәмді крем пайда болады. Мінекей достар, бізде осындай крем пайда болды. Көріп тұрғандарыңыздай қоймалжың, консистенциясы жақсы. Біздің барлық муравейнигіміз пісіп шықты. Ал ендігі кезекте осының үстіне бізде кремімізді дайындаған қосамыз, және де барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біздің креміміз көріп тұрғандарыңыздай өте сұйық та емес, өте қою да емес, осындай орташа консистенцияда пайда болып шығады. Мінекей достар, барлығын қосып алдық. Ендігі кезекте жақсылап барлығын біркелкі етіп араластыратын боламыз. Біздің креміміз барлық қамырға толықтай сіңуі қажет.
Достар, ендігі кезекте бізде торттың формасын дайындайтын боламыз. Мен осындай разъемный кольцоға жасадым. Сіздер өздеріңіз қалауларынша әртүрлі табаға салсаңыздар да болады. Я болмаса өздеріңіз қалауларынша кекстің формасына салсаңыздар да болады. Ол әрине өз еріктеріңіз. Мінекей мен осындай форманы пайдаланып, оның үстіне жақсылап жаңағы дайындаған тортымды салатын боламын. Содан соң жақсылап үстіне басып, торттың формасын шығаратын боламыз. Неке барлығын салып алдым. Ендігі кезекте қасықтың көмегімен барлығын осылай үстіне басып шығамын. Біздің торт жақсы формасын ұстау үшін осылай шама келсе қасықпен үстіне қаттырақ басып жібергендеріңіз жөн болады. Содан соң біздің дайын болған тортымызды шамамен 2 сағатқа, я болмаса 3 сағатқа холодильникке сақтауымыз қажет. Мінекей достар, осылай шоколадтың көмегімен жақсылап әсемдеп алдым. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте оңай болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсету